Бірақ әлбетте сынақ деген нәрсе болады, оны да білуіміз керек. Алла тағала Құран кәрімде айтады ғой: ахасибан насу аютраку яқулу амана ва хум ла юфтанун. Иман келтірдік деп айтса болды, сонымен бәрі жақсы болып кетеді деп ойлай ма, сынаққа ұшырамаймыз деп ойлай ма дейді. Кейде кейбір адамдар тіпті намаз оразасын бастап жатқан кезде де не үшін намаз оқып жатсың десең, маған айтты, намаз оқысаң жолың ашылып кетеді деп айтты, намаз оқысаң бәрі жақсы болып кетеді деп. Жоқ, біз намазды жолымыз ашылу үшін, ісіміз жүру үшін оқымаймыз, жүріп кету үшін. Намаз бұл мұсылман адамның міндеті, Алла тағалаға жасайтын құлшылығы. Адам бұл дүниеге Раббысына құлшылық жасап, Алла бұйырғандай өмір сүру үшін келгендігін түсінгеннен кейін құлшылық жасауға міндетті. Құлшылық жасауға міндетті. Абай атамыз айтқандай, бірінші Алланы тану, Алланы таныған адамға бағанағы құлшылық парыз дегендей. Құлшылық ол сенің парызың. Ол жолыңды ашу үшін, бағанағы ісің жүріп кету үшін істелетін нәрсе емес.